Сәлеметсіздер ме? 3-ші сынып оқушылары. Әуелі мерекелеріңіз құтты болсын. 16-17 желтоқсан тәуелсіздік мерекесі баршамызға құтты болсын. Бүгін сіздермен математика пәнін бастаймыз. 70-ші сабақ. Тақырыбымыз көбейтудің үйлестірімдік қасиеті. Оқулықтың 71-72 беттері. Қосындыны санға көбейтудің екі тәсілі бар оқушылар. Бірінші қосындыны тауып, оны санға көбейту, яғни бірінші жақшаның ішін орындау. Ал екінші тәсілі әр қосылғышты сол санға көбейтіп, шыққан көбейтіндерді қосу. Бұл көбейтудің үйлестірімділік қасиеті деп аталады. Олай болса, мына формулаға қарай қойық балалар. А мен Б-ның қосындысын С-ға көбейту керек. Ол үшін бірінші тәсіл А мен Б-ны орындап аламыз жақшаны. Сосын С-ға көбейтеміз. Немесе екінші тәсілі жеке-жеке көбейту, яғни жақшаның ішіндегі сандарды жақшаның сыртындағы санға көбейту. А-ны С-ға көбейту, сосын Б-ны С-ға көбейту. Және шыққан мәндерін қосу. Бұл көбейтудің үйлестірімділік қасиет деп аталады балалар. Бүгінгі бұл жаңа сабағымыз. Олай болса балалар, мына екінші тапсырмадағы тіктөртбұрышқа қараймыз. Тіктөртбұрыштың ені 3 см, ұзындығы 5 см. Бізге периметрін табу керек. Мына бірінші суретке қарайық балалар. 3 пен 5-дің қосындысын тапқан бірінші. 3 пен 5-дің қосындысы 8-ге тең, оны 2-ге көбейтеміз. Немесе екінші тәсілі бар, бұлай жеке-жеке көбейту. Яғни әуелі 3-ті 2-ге көбейте аламыз, сосын 5-ті 2-ге көбейтеміз. Мәндерін қосамыз. Бәрібір осы мән 16 см шығады. Төмендегі формулаға қараймыз. А қосу Б қосу А қосу Б. Немесе оны А көбейту 2, Б көбейту 2 деп жазсақ болады. Немесе А мен Б-ны жақшаның ішіне қосып, оны 2-ге көбейтеміз. Келесі 3-ші тапсырма балалар. Бізге өрнектер берген, соны екі тәсіл арқылы орындаймыз. Біріншісінде 20 мен 30-ның қосындысын 5-ке көбейтеміз. Бұл бірінші тәсілі. Ал екінші тәсілі 20-ны 5-ке көбейту аламыз, сосын 30-ды 5-ке көбейтеміз. Шыққан мәндерін табамыз. Енді келесі тапсырмасы 70 пен 20-ның қосындысын 4-ке көбейту. Ол үшін 70-ті 4-ке, сосын 20-ны 4-ке көбейтіп, мәндерін қоса қоямыз. Міне мына келесі мен шығарғандарға қараймыз балалар. Міне 3 пен 4-ның қосындысын 30-ға көбейту керек. Ол үшін 3-ті 30-ға көбейтеміз, сосын 4-ті 30-ға көбейтеміз. 3 пен 30-ның көбейтіндісі 90, 4 пен 30-ның көбейтіндісі 120. 90 мен 120-ның қосындысы 210-ға тең. Жақсы, оқушылар. Мына 6-шы тапсырмаға қарайық балалар. Тіктөртбұрыштың периметрі 20 см, ұзындығы 6 см. Бізге енін табу керек. Бұл жағдайда не істейміз? Енін табу үшін әуелі периметрін 2-ге бөліп аламыз. Өйткені бізде периметрдің формуласы А қосу Б көбейту 2 ғой. Міне сондықтан бірінші периметрін 2-ге бөліп, сосын одан ұзындығын азайтамыз. Бұл жерде бізде периметрі 20 см. 20-ны 2-ге бөлсек 10 см шығады. Одан ұзындығын алып тастаймыз. Сонда ені 4 см шығады. Енді орнына қойып тексерейік балалар. 6 мен 4-ның қосындысы 10-ға тең, 10 мен 2-ның көбейтіндісі 20-ға тең. Жарайсыңыздар балалар. Оқулығымыздағы 7-ші тапсырмаға қараймыз. Біздің мектептегі әр оқушы бір ағаштан отырғызды. Оқушылардың жартысы қайың, ширек бөлігі жөке, қалғандары үйеңкі отырғызды. Мектепте барлығы 800 оқушы бар. Неше бала қайың, нешеуі жөке, нешеуі үйеңкі отырғызды. Әуелі балалар мына сұрақтарға жауап берейік. Жартысын қалай табамыз, ширек бөлігін қалай табамыз? Дұрыс айтасыздар. Жартысы деп отқанымыз 2-ден 1 бөлігі. Яғни кез келген нәрсенің жартысын табу үшін оны тең 2-ге бөлеміз. Ал ширек деп отқанымыз 4-тен 1 бөлігі. Демек, бұл жерде бізге есепте балалар барлығы белгілі.
барлығы 800 оқушы. Ал қайыңды жартысы отырғызды. 800-дің жартысын тауып аламыз. Ал жөкені табу үшін сол барлық оқушының ширегі, яғни 800-ді біз 4-ке бөлгендегі 1 бөлігі. Сонда балалар, міне былай шығады. Барлығынан азайтамыз. Қайыңды 400 адам отырғызды, 400 оқушы. Жөке ағашын 200 оқушы отырғызды. Үйеңкіні де 200 оқушы отырғызды. Сонда барлығы 800 оқушы шықты. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сабақ ұнаса лайк басып, каналға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Достарыңызға да жіберіңіздер.